Айдай, бүгінгі біздің зерттеу жұмысымыздың тақырыбы магниттің сиқыры деп айтылады. Біз бүгін магниттің сиқыры қандай екенін зерттейтін боламыз. Мұны менің қолымдағы магнит деп аталатын дүние. Бұл темір заттарды өз бойына тартатын қасиеті бар ерекше дене екен. Бұл магнит қандай заттарды бойына тартатынын байқап көрейік. Зерттеу жұмысын жасайықшы. Мына алдымызда ағаштан, пластиктен, шыныдан жасалған заттар бар. Ағашты ала ғой. Магнитке жабысты ма? Жоқ, ағашқа жабыспадым. Иә, енді мынау пластикті ала ғой. Пластикке де жабыспады. Иә, енді шынын ала ғой. Шыныға да жабыспады. Шыныға да жабыспайды екен, иә? Ал қағазға ше, қағазды байқап көрші. Қағазға да жабыспады. Қағазға да жабыспайды екен. Енді біздің алдымызда темір заттар жатыр. Осы темірлерге жақындатып көрші, магнит жабысады ма екен? Жақындатып көре ғой. Тартып алды. Тартып алды, иә? Магнитке темір жабысты. Иә. Шегенде тартып алды магнит. Не үшін тартып алды бұны магнит? Өйткені бұлар темір заттармен жасалған. Иә, өйткені бұлар темірден жасалған болғандықтан магнит оларды тартып алады екен. Кезектегі біздің зерттеу жұмысымыз компас жасау. Компас жасау үшін біз инені магнитке үйкелеп, оны суға жапырақ бетіне қоямыз. Кәне, сен де байқап көре ғой, магнитке үйкеле ғой. Иә. Енді қоя ғой жапырақтың бетіне. Ине не істеп жатыр? Ішінде жүзіп айналып жатыр. Ине оңтүстікті, солтүстікті бізге бағытта беріп тұр, иә? Ендігі кезектегі біздің тәжірибелік жұмысымыз, осы темір ұсақтарын біз магнит арқылы қағаз астынан жинай алар ма екенбіз? Сен байқап көре қойшы, кәне. Кәне қағазды тарта ғой өзіңе қарай. Иә. Не байқадың? Бір шетке жиналып жатқан. Бір тізбек бойына жиналып жатқанын байқадың бар ма? Темір ұсақтарына. Мына темір ұсақтары магнит арқылы қағаз үстінде бір тізбекке жиналып жатыр екен. Бүгінгі зерттеу жұмыстан сен не байқадың? Магниттің ағашқа, пластикке, шыныға, қағазға жабыспайды екен. Ол тек қана темір заттармен жабысады екен. Жарайсың, Айдай. Ендігі тәжірибе жұмысымызды бұдан кейін де жалғастыратын боламыз.